bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. өте қатты ұнады. Картинкадағы, тиктоктағы мені көрген, өз көзіммен көрген вообще басқаша, я. Фигурасы. Ал достар, бүгін бізде Турциядағы 3-ші күніміз. Және де біз қазір 1-ші күнгі киімімді киіп алып, біз қазір Топкапыға бара жатырмыз. Өйткені 1-ші күні біз үлгермей қалдық. Мен ана шетелдіктер үшін бірдеңе деп жатырмын ғой. Көп сен түсінбегесін, спокойно сөйлей жүрсің ғой влогта. Біз таңертең шыққасын, адам ондай қатты көп емес. Қазақтарды көрсең, сразу танисың. Ана қазақ деп түрінен көріп тұрасың. 1-ші күні бұлай түсінбей жүрдік та, қазір уже кішкене түсініп, үйреніп қалдық Стамбулға. Уже өзіміздің қаламыз болып кетті. Достар, бұл қандай кезек деп ойлайсыздар? Дұрыс, бұл Топкапыға кезек. Ана жерден басталып, былай, ана жерге дейін. Короче, очередь өте ұзын. Сол себепті бүгін точно кіруге желание жоқ. Айзиони жерден. Қазақтар десе. Ару, саған сұрақ. Сен еліңді сағындың ба? Қазақстанда сәл сағындым бар ғой. Сағынасың, бір күн болса да. Андай өзімнің қазақша сөйлейтін адамдарды көргім келіп жатыр. Сөйлеп те. Ал біз еще спонтанно, случайно жолдан бір базарға кіріп кеттік. Что деген қандай не тәттілер бар? Қандай? Килограммсында примерно қанша? 3 рулон на килограмм будет. Түркияда қазақты кездестіріп, қазақ бізге осындай чай берді. И десерттердің дәмін тегін көрдік. Сөйтіп кетіп қалдық. Заказымыз келді. Мен лахмат жон заказ бердім. Аружан, мен, кажется. Помидормен жұмыртқа. Помидормен жұмыртқа өзіміз. Түркиш чайымыз келді. Қазір енді біздің түркиш чайымыз келу керек. Соны күтіп отырмыз. Teşekkür. Суретке түсірмей тамаққа тиісуге болмайды. Қандай? Күшті ма? $310 лираға отырдық. 310 лира ол бізде примерно 5 мыңдай. Гүлді болып Балат деген районға баратырмыз. Сол район сындай әдемі, сындай турецкий район. Біз Балат районына келдік. Былай айтқанда түрлі түсті үйлер, сындай бір район. Енді прям инстаграмдағыдай локацияны әлі таппадық. Біз именно инстаграмдағыдай жерді таппай жатырмыз. Еще дала ыстық, намеға все ыстықта кеттім, синтетика ғой. Түрікше шаршайсың ғой, уф, я.
деп. Алла деп. Сондай бір кафеге келдік. Бұл жерден біз бір чилек, бір чоколад пен бабл ти алып жатырмыз. Турецкий бабл ти немесе просто шоколад қосылған сүт. Өте дәмді. И мұздай. Алат районын аралап болдық. Енді египетский базарға бара жатырмыз. Жаяу баратырмыз, бірақ алыс негізінде. Қазір торговаться етіп, үйлерге базарлық алу керек. Жолдан осындай бір әшекейлер магазиніне кіріп алдық. Бұл жерде бағалар кәдімгідей арзан екен. Мысалға мына бір цепочка 40 лира, то есть 1000 теңгедей почти. Мына тастарды қараңдар. О май гад. Осындай 100 лираға біз 3 цепочка алдық. Барлығы ручной работа екен. Өзі кәдімгідей отырып жасайды. Даже мында осындай детальдар да бар. Сатып алып өзін жасауға болады. Короче, біз Мысыр базарына, египетский базарға келдік. Адам деген көп. Көп адам алып жатқан бір жерге отырып, донермен осындай нәрсе алдырды. Ас болсын. Базарлықтан осындай бір чокер алдым, мамаға осындай кофта алдым. Негізінде мама осындай сияқты киімдер ұнайды, оның үстіне күзге прям самое то, түсі де әдем болғасын. Сосын осындай тәттілер алдық. Сосын андай бір әдем набор алдару. Осындай турецкий ыдысымен, чайлармен, 150 лира. Тоже 2,5 мыңдай. Қат шаршадық, осы шама шақта 20 мыңнан астам қадам жасадық. Қаншама километр жаяу жүрдік. Енді бүгін кішкене демалып, кино қарап, ертең соңғы күнімізді продуктивті өткізуіміз керек. Соған демалып алмақшымыз. Сол себепті магазиннен турецкий арбуз алдық. 25 лира болды, примерно 500 теңге. Осындай су, көлемі вообще басқаша. Мынандай чипсы, мына чипсы 500 теңге болды. Бізде мысалға 1000 теңге ма сондай. Ыстық кофе алдым. Новый вкус көрейік деп әйтеуір турецкий сағыз алдық. Турецкий мороженое, мына Ханде Эрчелдің түсіп жүрген Магнум деген мороженыйын дәмін татып көрейік дедік. Өзіміздің үстідегі ас үйге келдік. Осы жерде арбузбен шай ішкіміз келіп отыр. Сөйтіп дем аламыз. Короче, біз үйде жата алмадық. Өйткені ертең бізде соңғы күн. Сол себепті біз қайтадан кешке шықтық. Бізді мұнда ұстап жағымпазданып жатыр. Бізді кафеге шақырып жатыр. Тешекер. Үйіміздің жанында теңіз бар. Сол теңіздің жағасына бара жатырмыз. Короче, осылай майка киіп тұрып шыққанбыз ғой. Сөйтсем, дала салқын, жел соғып қатты қалды. Қазір енді қайтамыз. Саламатсыз. Неден? Қазақстан, Астана. Иә. 18. Қай жердесіңдер? Астанада. Жайықпен қайтасыңдар ма? Иә, қанша күнге? 21-ға қайтамыз. 4 күнге келгенбіз. Төбеге шығамыз деп жаурап жатып, суықтан терлеп кеттік қой, ух деп. Сонымен бүгін бізде 4-ші соңғы күн. Бүгін біз жоспар бойынша кішкентай Венецияға ұқсайтын районға бара жатырмыз. Сол жерде торговый центр бар, сондай әдемі европейский район.
Dostlar, biz keldik. Kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta zamanım yok. Vlog. Toplam menü fiyatları. Tam 2 durumda. Şundan mı? Aha. Tamam. 2 tavuk dürüm, 2 içecek oluyor. Aha. 162 lira. Давайте so. One. How much minute? Ждать? Minute. Waiting. How Wait, much? 2 minutes. 2 minute. Бүгін біз таңғы асқа ештеңе ішкен жоқпыз, сол себептен осы жердегі бір кафеге кіріп донер ала салдық. Наконец-то донерге жеттік. И коламен. Осындай жер. Адам аз, бірақ кешке всегда адамдар толып тұрады бұндай жерлерде. Geç kalmaya hayatın daha en başında her sabah yeniden doğarken Турцияның масс-маркеттеріне кіріп көретін боламыз. Кеттік. Біріншісі LC Waikiki. Жейделер бар екен. Бағалары 350 лира, ол шамамен 5-6 теңгедей. Мынандай көйлектер 99 лира, то есть 1700 теңге мынау. Соған мынандай бір кардиган 280, 4000-дай. Бағалары сөзсіз біздікінен 2 есе арзан екен. Бір майка қанша? Тоже 1700 теңге. Джинсалардың бағасын көрейік. 450 лира, примерно 6000-7000-дай. Мына бір футболка 200 лира, немесе 2500 теңгедей. Мына свитерді көрейік. Мына свитер 350 лира, яғни 5000 теңгедей ғой примерно. Давайте енді аяқ киімдерді көрейік. Мысалға мына кроссовки 600 лира, ол примерно 8000-9000 шығады. Мынандай бір ұзын облегающий қара көйлек 6000-5000-дай. Жер ол бізде коттон. Мынандай бір шалбарлар 3400 теңгеден. Мына твидовый пиджак бізде 1000 лира, 18000-дай. Бір сағаттай мына жерді арладық, суретке түстік, тамақ іштік, шопинг жасадық. Мейіржанға бір футболка алдым. Күшті жер екен. Осындай ашық аспан астындағы, еще осындай искусственный өзенмен. Енді суреттерді көру үшін Instagram парақшамызға өтіңіздер. Енді қазір аттракцион паркіне бара жатыр. Аружан қойған жоқ. Метро барады екен. Бір 4-5 остановкадай. Просто деген алыс. Бір экскалатордан басқасына мінесің, сосын үшіншісіне мінесің, сосын турникеттен өтесің. Әлі жете алмай жатырық қой. Әлі баратырық. Ойбай. Әлі жетпедік қой. Тағы 4-ші эскалатор. Бұнымен әлі біткен жоқ. Тағы 5-ші метроға отырамыз. Мынау біздің 5-ші метромыз. 5-ші эскалаторымыз. Метроға келдік, кішкене түсінбей жатырмыз. Қай короче сол. Бізге мына остановкаға бару керек. Оның арасында 4 станция бар. Вроде бы. Ровно сөйде. Ашылады жерге қарай. Сіздерге Стамбулда таныстырам. Біз қазір осы районда тұрамыз. Сұлтанахмет жақта біздің отеліміз бар. Біз қазір мына жердеміз, паркқа баратырмыз. Аэропорт мына жерде. Бұнда Галатская башня. Бұнда 2 мосттар бар. Осы мостқа бүгін барып кешкі ас ішеміз. Короче, достар, ах деп әрең дегенде мына Вайланд деген паркты таптық. Аттракциондар паркі. Осындай өте үлкен, әдемі. Айналып енді кіреміз. Достар, білесіздер ме мен кімді кездестіргенімді? 1, 2, 3. Burak düşü. Burak Özçivit'te gezdirttirgensin bana. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben aşk başladı. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben gel. Hem ben. Mınday kitaplar var eкен. Короче, де-фактодан осындай бір рубашка көрдім. Іздеп жүрген бір 6000 теңге тұрады екен. Наверное, осыны алам. Универге ала салам. Қазір сөйтіп шопинг жасап жүрміз. Шопингтан шаршап кеттік. Аяғымыз ауырып кетті. Еще күн ыстық, сосын автобус емес, такси ұстап алып машинамен баратырмыз. Қазір енді алдамайды деп ойлаймыз.
Страдивариуста енді бағалар өзіміздікіндей екен. Скоро осындай оңып кеткен джинсылар трендке кірейін деп жатқан сияқты достар. Просто киімді кірлеп жүре бересің деп па. Короче, Джавахирді аралап жүрміз. Кешке біз анау мосттың жанынан ужин ішкіміз кеп тұр. Бірақ ол уақытқа дейін, кешке дейін бір 2-3 сағаттай бар. Сол 2-3 сағатта торговый центрді аралап баратын боламыз. Өте үлкен, адам өте көп, әдемі. Бағалары біздікіндей. Қазір біз Migros деген магазинге келдік. Біздегі Magnum, Small сияқты сондай магазиндер желісі. Даже телевизор бар екен. Толып тұрған осындай мейіз 24 лир. Ол бізде бір 5 теңгедей. Сразу дайын тамақтар, макарон, нухат, күріш, майлардың, соктардың размері сәл басқашалау. Үлкен майы 2000 теңге. Бізде 1 литрі 2000 болса, бұларда 4 литрі 2000. Осылай көкөністерге үстінен су шашып, освежить етіп тұрады екен. Печкаларда не бар екен? Бөрек бар екен. 110 теңгеге кеңді тауып алды. Достар, домалақ бастар. Енді Турцияның Зарасын көрейік. Мысалға, давайте мына майканың бағасын көрейік. 200 лира, 3400 теңгедей. Мына кофта ұнап тұр күзге. 929, бұл примерно 15-16 мың теңге. Турецкий Starbucks'тың дәмін көреміз. Осындай үлкен бір здание. Starbucks'та осындай десерттер де бар екен. 60 лира, 1000 теңгедей. Даже Starbucks'тың осындай роллдары да бар екен. Суларына дейін. Шоколад бар екен. Бізде маған Аружан ханым деді ғой. Аружан ханым деді. Вот біздің фрапучиномыз. Екеумізде де Аружан деп тұр. Деп ойлаған ғой, сөйтсем қозғалады екен, адам екен. Біз қазір Босфордың мостымен Босфорға күшті көрініспен бір шатырдағы жерге отырдық. Босфордың жағасындағы кафеге отырғымыз келген, бірақ та ол жерде дұрыс көрінбейді мост. Ал мына жердегі вид енді айта алмадым, өте әдемі. Түнде еще әдемірек болады. Қазір енді әйтеуір анау деп көп нәрсе заказ етіп тастадық. Бағаларына қарамай. Біздің заказымыз келді. Мен өзіме осындай паста заказ бердім. Цезарь. Бұл жердегі Цезарь андай аппетитный екен. Сосын Ару өзіне көфте заказ берді. Ол не екен өзі білген жоқ. Сосын заказ бере салды. Сөйтсе осындай нәрсе екен. Сосын клубничный сок. Сөйтіп Стамбулдағы соңғы кешімізді өткізіп жатырмыз. Короче, сонда мен жауып тұрмын ғой, сонда мен тұра салайын. Короче, достар, осымен біздің Стамбулдағы поездкамыз тамам. Давай қорытындылайық бұл влогты. Саған Стамбулда ұнаған 3 нәрсе. Бұл жердің тамақтары ұнады, адамдар ұнады, екінші. Мына жердегі вид. Жалпы Стамбулдың өзі. Иә, өзі әдемі. Бұл жерде андай тазалық, ондайға сақталмаған, бәрі шашылып, қоқыс толып, андай мәдениетсіздік болса да, но атмосферно, уютно, жайлы. Сол кішкентай бір магазиннің өзі сондай атмосферный, даже обычный базардың өзі атмосферный. Тамақтарынан ұнаған 3 тамақ, ұнамаған 3 тамақ. Адана кебаб. Сосын экмек пен ет. Сосын донер турецкий. Ұнамаған экмек балық. Чизкейк самый вкусный. Это чизкейк. Пахлаваданды. Ана рулеттер бар ғой, олар вообще күшті. Ауызда ерт бітеді ғой. Кальян шеккен. Оны айтамыз, шекпейміз. Шеккен. Сондай видео бар ғой, адамдарға қарасаң, көзіне қарап күле береді. Андай былай.
жүрдік. 23 мыңдай қадам жасадық. Мен бүгінгі шопингтан универге осындай бір укороченный рубашкалар салдым. Бағасы өте тиімді болғасын. Қазақстандағы Марвин сияқты бір магазиннен блокноттар алдым. Тоже ертең универге маған блокноттар керек. Сосын LC Waikiki-ден Ержан деген братишкеме қарапайым футболка алдым. Сондай бір кәдесый ретінде Турциядан деп футболкаға салдым. Қызығы, бұл жерде андай пакеттерді қолданбайды екен. Көбінесе пакет, пластика деген нәрселерді өте аз қолданады. Мысалға мына пакеттері осындай мата пакет. И көбінесе стеклянный сондай нәрселерді қолданады. Ал біз енді мынаның барлығын жинап, чемоданымызды жинастырып, ертеңгі жолға дайындалуымыз керек. Қош бол, біздің күшті комнатамыз. Кеттік біз. Келесі жолы терезесі бар, күшті витпен, жарық бөлмеге келеміз. Қазір бір магазинге кіріп, үйге тәттілер алып алсақ, күшті болар еді. Автобусымызға отырдық. Осылай Турцияның арахисінің дәмін көрейік деп, толып арахис алып алдым жолға. Енді қазір жетіп оламыз. Сосын үйге бір тәттілер алып алдым. Қазір енді жүреміз. Біздің рейсқа дейін 2 сағат бар. Қазір вроде бірінші багажды тексереді, вроде бы. Бізде рейс 1:05 кеткенде ұшады. Скат. Енді оған дейін 2 сағат бар. Жаңағы багажды тексеруден, регистрациядан, паспортный контрольдан өтеміз. Сосын аэропортта бір-екі видеолар, фотолар жасап аламыз. Сонымен 5 сағат бойы Астанаға ұшамыз. Астананың уақытымен біз 9-да жетеміз. Өзіміздің скаттың регистрациясын таптық. Енді қазір регистрация жасап, билет алатын боламыз. Так, регистрациядан өттік. Енді қазір біз паспортный контрольға келдік. Үсті осылай лабиринттен былай өтесің. Стармында Gucci, Fendi, Louis Vuitton деген магазиндар бар екен. Бұйырса болашақта осыларға кіріп, просто так бірдеңе ала салатын боламыз. Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığımda bildin ne varsa yalan aslında. Достар, мен уже Астанадамын. Келгеніме 2 күн болды. Енді осы поездканы қорытындылайтын болса, поездкаға адам басына 300 мыңдай кетті. Біз турсыз бардық, өзіміз билет алып, номер жалдап, 1 ай бойы жаңағыдай Турция туралы, Стамбул туралы ақпараттарды қарап, қайда бару керек, не істеуге болады, барлық картаны зерттеп бардық. Егер де шетелге шығатын болсаңыздар, онда кеңес беремін, барынша зерттеп барсаңыздар оңай болады. Адам басына 300 мың теңге былай жетеді. Бұл поездка сондай бір бюджетный поездка болды, яғни біз көп ақша құртқан жоқ, сондай бір лухари, күшті номер жалдап, таксимен жүріп өйтіп жүрген жоқпыз, потому что біз өзіміз бюджетный поездканы қаладық, қатты шығындалғымыз келген жоқ, сол себепті 300 мың теңге спокойно жетті. Енді Стамбулға алған киімдерді сынамағанда, енді 300 мың кетті ғой. Енді менде де қорқыныш болды. Шетел, мен шет тілін ондайға күшті сайрамаймын, білмеймін. Мен жасым 18-де ғана. Сосын мамаларды айтады, ойбай, ол жерде еркектер жаман, түнде бүйтпеу керек деп. Мен де соны ойлап, уайымдап, сөйтіп бардым да, бірақ та ер адамдар тиіскенмен андай грамотно, мәдениетті тиіседі. То есть андай арам оймен тиіспейді, просто андай кафесіне отырып ақша тапқысы келеді, и все деген сияқты. Бізге кездескен адамдардың барлығы сондай жақсы болды. Поездка бір жағынан менің қорқынышыма деген қадам. Мысалы, анамды әсіресе көндіру оңай болған жоқ. Әрине ол уайымдайды, но это того стоило. Поэтому и вам советую. Білесіздер ме, бұл поездка, бұл жай ғана бір естеліктер, қыдыру, ішу емес. Еще менің батылырақ болуыма көмектесті, менің ашылуыма,
менің кругозорымды кеңейтуге, қорқынышымды жеңуге көмектесті. Сол себепті әрине өкінбеймін. Вот так вот достар, енді келесі видеоларда кездескенше